Баршаңызға сәлем достар. Бүгін селедка под шубой жасайтын боламыз. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында мен сіздерге өз нұсқаммен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Баршаңыздың сүйікті салаттарыңыздың бірі деп ойлаймын. Бізге керек заттар ол қызылша, сәбіз, картоп, жұмыртқа, селедка керек болады. Пиязымызды біз жаңағы ыстық суда малып аламыз, қатты қышқыл болмау үшін. Және селедкамыздың осындай түрін таңдаңыздар. Өйткені дайын түрі онша дәмсіз болып шығады. Сондықтан осындай түрі өте дәмді болып шығады. Және де майонез керек болады. Ең алдымен біз жаңағы селедкамызды турап аламыз. Ұсақ бөліктерге арасында сүйектер кездесіп жатса, міндетті түрде алып тастап отырыңыздар. Енді мен салатымды жинайтын боламын. Мен бірден осы тарелкаға жинаймын. Ең бірінші бөлігі мен картопты саламын. Осылай үкіштің үлкен бөлігіне өткізіп алыңыздар. Өйткені ең астыңа картоп салатын себебін жаңағы салатты алған кезде өте ыңғайлы болады. Біздің жаңағы балығымыз шашылып қалмайды. Сол себептен ең астыңа бөлігін осылай картопты істесеңіздер өте ыңғайлы болады. Енді картопымызды шанышқымен бір керкетіп жайып шығамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз де майонезімізді бір керкетіп жағып шығамыз. Бір айта кететін жайт достар, сіздердің майонездарыңыз өте сапалы болу қажет. Сапасыз болса, онда салаттарыңыз дәмсіз болып қалады. Сол себептен сапалы түрін таңдаңыздар. Сонда салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді картоптың үстіне біз селедкамызды орналастырып шығамыз. Үстіне пиязымызды қосамыз. Пияздарыңыз егер қышқыл болса, онда ыстық қайнаған сумен құйып, қайтадан төгіп тастаңыздар, сонда дәмі қышқыл болмайды. Үстіне майонез жағамыз. Көп жақпаңыздар, кішкене жақсаңыздар жеткілікті болады. Енді үкіштің үлкен бөлігінен жұмыртқамызды өткізіп аламыз. Осылай видеодағыдай өткізіп, бір керкеге орналастырып шығамыз. Үстіне кішкене ғана майонез қосамыз. Көп қосып жібермеңіздер. Кішкене болса жеткілікті болады. Енді сәбімізді үкіштің кішкентай бөлігіне өткізіп аламыз. Жұмыртқаның үстіне бір керкеті болса орналастырып аламыз да, кішкене ғана майонез қосамыз. Ең соңында біз енді қызылшамызды осылай үкіштің кішкентай бөлігіне өткізіп, бір келекке етіп, үстін бәрін жауып шығамыз. Міне мен қызылшамды орналастырып шықтым. Енді үстіне майонез жағамыз. Енді салатымызды тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. Бір түн қойып қойсаңыздар да болады. Міне біздің салатымыз дайын. Осындай қызғылт түске боялса, сіздің салатыңыз дайын болды деген сөз. Енді бұл салатты әсемдеп шығамыз. Әсемдеу негізі міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдей берсеңіздер болады. Мен осындай клетка сияқты жасап шықтым, тор қылып. Негізі әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Достар, видео рецепт ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Және де жан жағына біз жұмыртқаның сарысын сеуіп шығамыз. Міне біздің селедка под шубой салатымыз дайын достар. Өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Міндетті түрде мерекелі дастарханға жасап көріңіздер. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сіздермен болған Әйгерім.